Ана бір үйленгенден кейін бір әйел күйеуіне айтқан екен, Құран жаттап жарысайықшы деп. Екеуі жарайды деп Құран жаттап жарысап, 2 жылдың ішінде жігіт Құранды жаттап алады. Сөйтіп бір күні қайын жұртқа барып, әйелінің ата-анасына айтып жатыр дейді, біз сіздердің қыздарыңызбен бәстескенбіз. Кім бірінші Құран жаттайды деп. Сіздердің қыздарыңыз жеңіліп қалды, мен жеңдім. Мен бірінші Құран жаттап алдым десе, мана қыз баланың әкесі көріп, біздің қызымыз әуелден Құранды жаттап біледі. Сөйтсе, күйеуі не істеген екен? Құран жаттауға итермелеген қыз бала екен, әйел адам екен. Ол ақылды әйел адам. Ақылды болу керек. Сол үшін де Имам Әл-Ғазали айтады, қандай әйелді алу керексіздер дейді. Еркектерге кеңес дейді. Ақылдысына қарап. Ақылды әйел адам иманы мен ақылы